Қайырлы күн менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен осындай донерді екі түрлі жолмен жасайтын боламыз. Ол үшін біздерге ең бірінші дайын лаваш, сыр, қызанақ, қияр, шұжық, піскен ет және майонез бен кетчуп қажет болады. Біріншісін дайын шұжықпен жасаймыз, ал екіншісін піскен етпен жасаймыз. Әрқайсының үстіне қызанақты бір келкі қылып төсеп шығамыз. Келесі қабат бізде қиярдан. Дайын болғаннан кейін үстіне көп мөлшерде сырды үккіштен өткіземіз. Әдемі құйылу үшін мен майонез бен кетчупты осылай қайшымен ұшын кесіп, осылай құятын боламын. Ал енді бүктеуге кірісеміз. Ең бірінші екі шетін, одан кейін арғая дөңгелетіп ораймыз. Егерде сізде үйіңізде осындай грильница бар болса, соған дайындауға болады. Біздің донеріміз дайын. Арасын кесіп көрсетейін. Ішіндегі қоспаларымыздың барлығы ыстық күйінде және сырымыз еріген. Ал егерде сізде осындай гриль табасы болса, оны отқа қыздырамыз. Соның үстіне біз дайын оралған донерімізді қойып, мен әдетте үстіне ауыр зат қойып қоямын. Екінші жағында дәл солай әдемілеп пісіріп аламыз. Абайлап табаққа саламыз. Ал астарыңыз дәмді болсын. Рахмет көргендеріңізге.